Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Assalamu alaikum kadrimenді Müslüman bavurlar. Ең әуелі жаратқан иемізге сансыз мадақ мақталар болсын. Адамзаттың ардақтысы, пайғамбарлардың мырзасы болған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға салауат және сәлемдер болсын. Құрметті көрермендер, қадірменді бауырлар, бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз жалпы исламдағы ер адамның әйелін алдындағы міндеттері деген тақырып. Бұл тақырып өте бір өзекті тақырып. Енді қарап отырсақ, әу бастан Алла Тағала адам баласын жаратқан кезде ең бірінші кімді жаратты? Адамзатты жаратқан кезде адам атаны жаратты. Яғни ер адамды жаратты. Ер адамдың жаратқаннан кейін оған жұпты жаратты, яғни Хауананы. Хауананы қай жағынан жаратты десек, ер адамның адам атаның қабырғасынан жаратқан жақсы білеміз. Адам атаны топырақтан, яғни балшықтан жаратты. Сондықтан да бұл жалпы екі адам, ерлі зайыпты адамдар, яғни жұп адамдар, бір-біріне тіреу, бір-біріне арқа сүйер адамдар. Негізінен қарап отырсақ, көпшілік адам, көп ер адамдар әсіресе, әйел адамның ерінің алдындағы міндеттерін жақсы біліп аламыз да, өзіміздің ер адамның әйелінің алдындағы міндеттеріне көп аса мән бермейміз. Мен еркекпін деп көкіректі керіп, өзінің ойына келгенін істеуге тырысады. Шариғатымыз ер адамның өзінің алдындағы міндеттерін, әйел адамның өзінің алдындағы міндеттерін дөп басып айтқан. Ислам келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға араб дәуірінде, яғни жахилет дәуірінде әйел адамның жалпы қарап отырсақ құны жоқ болатын. Яғни әйел адамдар ол кезде қадірсіз болатын. Тіптен соншалықты жахилет дәуірінде, надандық дәуірінде әйел адамдар дүниеге сәби әкелген кезде, яғни дүниеге келген сәби қыз бала болса, оны не істеді? Надандық дәуірінде тірідей сол әкелері өз қолдарымен ыстық құмға көміп өлтірген болды. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық келуіменен осы бір надандық дүниелер ортадан алынды. Яғни әйел адамның өзіндік қоғамдағы, ортадағы орны қойылып берді, шариғат бойынша. Ал енді ер адамның міндетін қарап отырсақ, бірінші кезекте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Алланың елшісі сұралған кезде өзің не жесең жегіз, өзің не кисең кигіз деді. Қазіргі таңда не бір жігіттеріміз бар, әйелі бір нәрсе алайын десе, қойшы жетпей жатыр дейді. Жоқ, жаңа сөзіміздің басында айтып өттік. Яғни адам баласының жұбайы қабырғадан жаратылған. Яғни Алла Тағала әйел адамды ер адамға аманат қылып берген. Аманат дегеніміз, сол аманатқа қиянат жасамау, бұл мұсылмандық міндет. Аманат дегеніміз алған затымызды сол күйінде қайтару міндет мұсылманға. Ешбір зияндық жасамай, ешбір оған бір обал жасамай, Алланың алдында аманат қылып алдық па, ол аманатқа қиянат жасамау керек. Аманатқа қиянат жасау тіптен пайғамбарымыз алейхиссалам 3 адамды атап өтеді. Ол кімнің белгісі? Мұнафықтың, яғни екіжүзділіктің белгісі. Егер де біз алған жұбайымыздың қадір қасиетіне жете алмасақ, дұрыстап, сыйлап, құрметтей алмасақ, мен еркекпін деп ер адам өзінің кеудесін керіп тұрған болса, онда ол адам қателеседі. Шындығында да ер адамның отбасындағы міндеттері ол түсінікті жағдай. Яғни бірінші кезекте
Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам әрбірің шобан тәрізді жауаптысыңдар дейді. Яғни ер адамды отбасыға жауапты екенін айтып отыр. Шобан өзінің алдында қойына қалай жауапты болса, немесе сиыршы өзінің алдындағы сиырына қалай жауапты болса, дәл солай ер адамда қазақта от ағасы деп бекер айтпаған. Үйдің иесі деп бекер айтпаған. Яғни үйдің иесі сол өзінің отбасына жауапты. Отбасы мемлекет кішігірім. Мемлекет қайдан басталады? Сол отбасынан басталады. Ал енді шындығында да біз әйел адамның қадір қасиетіне жете біліп жатырмыз ба? Ер адам ретінде өзіміздің әйел алдында міндетімізді орындап жатырмыз ба? Әйел адам өзінің міндетін орындап жатқан болар. Яғни күйеуіне қызметін жасайды, асын дайындайды, кірін жуады, айтқан тыңдайды, үйде отыр десең отырады. Өзі жоқ кезде аманатына қиянат жасамайды. Өзі жоқ көзде, ері жоқ көзде арын намысын қорғайды. Ал енді ер адам не істеп жатырмыз? Осыған бір ойланып көрейік. Әрине ер адам міндеті Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, бірінші өзің не жесең жегізіп, не кисең соны кигізу. Бұл бірінші кезектегі міндет. Сондай-ақ жай ғана жегізіп, ішкізіп, кигізу емес, сол ішетін, жейтін, немесе сол киетін, пайдаланатын зат қалай тауып жатырмыз? Қайдан тауып жатырмыз? Қандай жолменен? Осы мәселені ер адамдар мән беру керек. Көпшілігінде осы жерде қателесеміз. Бала шағамды асырасам болды, әйеліме киімді алып беріп, немесе ана қымбат телефонын алып берсем болды деген сияқты ой болмау керек. Әрбір нәрсені еңбекпенен, адал жолменен табып, отбасымызды асырау әрбір ер адамның міндеті. Қазақта айтады, адал ас адамның арқауы дейді. Арам ас болса, ол еш уақытта арқау болмайды адамға. Сондықтан да отбасында ер адамның қарауда жеткізуде бірінші кезекте адалдыққа, адамгершілікке мән беру керек. Дініміз ислам бірінші кезекте Алла Тағала не істейді? Бізді жақсылыққа бұйырады, жаманшылықтан тыяды. Сонымен қатар, қадірменді бауырлар, ер адамның міндеті шопан тәрізді не істейді? Отбасында исламды үйрету, мұсылманшылықты үйрету сол ер адамның міндеті. Бірде бір аста отырған кезде осы бала тәрбиесі туралы айтылып кетті. Сонда айтып жатырмын айналада отырған кісілерге, баланың жауапкершілігі ата-анадан еш уақытта түспейді. Ата-ана ақыретте де баланың жауапкершілігінде болады. Бала үшін ата-ана ақыретте де Алланың алдында жауапкершілікке тартылады. Сонда айтады, біз өлсекте бұл баладан құтылмаймыз ба деп. Әрине, баланы дүниеге әкелгеннен кейін біз оны дұрыс жолда тәрбиелеу не екен? Сол бірінші кезекте үйдегі әкенің, ананың міндеті. Бірінші кезекте үйдегі мұсылманшылық тәрбиеге, ислами тәрбиеге 5 уақыт намазымыз, оразамыз, құлшылық ибадатымыз, адал жолмен жүріп, адал жолмен тұру, бұның барлығын үйрету сол отбасындағы кімнің міндеті екен? Ер адамның міндеті. Сондықтан қадірменді бауырлар, Пайғамбарымыз алейхиссалам не дейді? Баланы 7 жастан бастап үйрете бастайды. Біз осыған мән беріп жатырмыз ба үйдегі ер адам ретінде? Ал енді шындығында да адам баласы, ер адамдар әсіресе өзінің әйел алдындағы міндетін негізінде жалпы естен шығарып кетіп жатады. Алла Тағала қасиетті Құранда Бақара сүресінің 228 аятында мына бір аятты келтіреді. Ерлердің әйелде
ақысы болған секілді әйелдің де ерлерде жақсылықпен өтелетін ақылары бар дейді. Сонымен қатар ер адамдар міндеттері мен жауапкершілікке орай бір саты жоғары тұратын. Бұны жақсы білеміз. Ер адамның қасиеті, "Ей, сен кімсің қатын? Сен тыныш отыр" дейді. Бұл ер адамның қанындағы бар дүние. Қадірменді ағайын, жоқ, олай емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұраған кезде сахабалары, "Ей Алланың елшісі, адамдардың ең жақсы кім?" деген кезде не деді? Үйінде әйеліне жақсы, жайлы болған ер деді. Мінекей, біз пайғамбарымыз алейхиссалам сипаттап кеткен ер адамға лайықтымыз ба? Осыны ойлап көруіміз керекпіз. Шындығында да пайғамбар алейхиссаламның өмірі біз үшін үлгі өнеге. Тіптен Айша анамыз разиаллаху анха, Алла оған рахымдан алсын, Алла разы болсын. Айша анамыз не дейді? Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам үй шаруасында маған көмектесетін еді дейді. Маған жәрдемдесетін еді дейді үй шаруасында. Ал біз қазіргі еркектер не дейді? "Ей, мен қатын емеспін ғой. Мен неге істеймін оны" деп үй шаруасында. Үй сыпыру болсын, басқа тазалық жұмыстары болсын. Ер адам әйелдің жұмысын істеу арқылы не болып қалмайды? Әйел болып қалмайды. Бұл жердегі қоғамдағы үлкен рөл атқаратын отбасы. Отбасының ауызбірлікте, ынтымақта өмір сүруі. Яғни ерлі зайыптылар бір-біріне қызмет ету арқылы, бір-бірін сыйлау арқылы не істейді? Қоғам түзеледі. Отбасы бақытты да баянды өмір сүреді. Отбасының болашағы, балалардың болашағы жарқын болады. Оны көріп өскен бала, "Менің әкем анама көмектесіп жүретін, мен неге оны жасамайым" деп ертең ұяда не көргенді ұшқанда соны жасамай ма? Әрине, соны жасайды. Сондықтан қадірменді бауырлар, ер адам міндеті бала балиғат жасында толса, тіптен 7 жастан бастап исламды үйрету. Кейбір бауырларымыз бар, әйелі төркініне сұранса, жылдап жібермейді. Жылдап бармайсың. Көріп жүрміз ондайларды. Әйелі төркініне барғысы келсе, не істеу керек? Туыстарына, туғанына, тойы бар, басқасы бар, жіберу керек. Отбасында ер адам кешірімді болу керек. Ең үлкен мәселе, бір-біріне мейірімді болу керек. Отбасында барлық жағдайларға, яғни өзі жауапты екенін ұмытпау керек ер адам. Әрбір іске. Сондықтан да 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар дейді қазақта. Яғни ер адам үйде, отбасында өзінің жұбайына, әйеліне әрқашан көңіл бөліп назарда ұстау керек. Назардан тыс қалса, екі ерлі зайыптының ара қатынасы не болады? Өзгере бастайды. Үзіле бастайды. Ертең соңы неге әкеледі? Отбасының ойран болуына әкеп соқтырады. Раббымыз Алла баршамызға иманның байлығын, деннің саулығын берсін. Әрбірлеріміздің отбасыларымызға